яғни мен әйеліммен, анамен баланың қарым-қатынасындай қарым-қатынас жасап кетемін. Ол маған ана сияқты қарым-қатынас жасайды, мен оған бала сияқты қарым-қатынас жасаймын. Яғни мен ана сияқты, мен анда барып келейші, бере қойшын, бір 2000 теңге берші. Ендігі жол айлық бергенге мен саған көбірек беремін. Немесе бейін барып келейінен жарайды бүгін жігіттермен. Сосын одан кейін осы апта бойы үйде отырамыз, сөз беремін саған. Ешқайда бармаймын. Қайдасың? Жігіттермен отырмын қазір неде, қазір кішкене қалды, қазір шамыз, болды, нетпей қойшы, ашуланба, жақсы, бәрі жақсы. Шыққасын қазір, өзіміз банда бәрін үйге барғасын түсіндірем. Бәрін түсіндірем, жаным, түсіндірем, тек ашуланбашы. Мен саған 8:30 үйде бол дедім ғой, деп айтады анау. Сондай болып қалды енді, сондай нетмеші енді, болды қазір, барғасы бәрін түсіндірем. Мынадай естідіңіздер ме? Менің 4 балам бар. Күйеуім менің тұңғышым дейді. Мен 5-6 заводы бар кісіні мен болдым бір неде. Іс-сапарда бірге болдым да. Бәлен заводы бар кісі енді. Ана білмеймін несі жағдай қандай екен. Әйел екеуі бірге жүрді. Біз енді соны тақырыппен ауырғаннан кейін ерлі-зайыпты көрсек біз не қыламыз дейді. Bir көрсем мен байып шамамен енді. Шай ішкенде бір-біріне қарым-қатынас бүйтіп сөйлеп тұрғаны маған жеткілікті да. Шай белгілі болып тұрады ары қарай. Мәселесі. Сана көріп жүрмін да мен екеуін. Сосын менің отбасылы мен бір столда отырып қалдық, жігіттер болып. Ана ағамыз отыр, біраз жасқа келген енді. Сосын мен әнжеде менің отбасымен айналысатын білінді. Сосын сізге андай екен, сізге бару керек екен деп біреулер айтты. Сосын ағамыз айтты, орталықтарың қай жерде дедім, айтты, мен телефондарын жазып алайын деп. Сосын күлді, сізде де проблема бар ма деді, бойдақтар. Сонда жоқ, өзімде емес, ініңе керек деді ма бірдеңе деді. Бізде бәрі жақсы. Әйелім маған 5 бала туып берген, мен оның тұңғышымын дейді. Ол не деген сөз? Яғни адамның статусына, қызметіне қарамай деген ол нәрсе. Көріп жүрмін мен әйел екеуінің қарым-қатынасын. Бірақ ол оған нормальный да оның бәрі. Ол оған риза деп ойлаймын, сөзіне қарағанда деген ғой. Енді ол өзінің түсінігі ғой өзінің деп ойлаймын да. Өйткені оған ешкім үйретпеген болуы мүмкін. Немесе қоғамда қалыптасқан жағдай деп қабылдауы мүмкін деген сияқты. Өйткені өзіме әйелімді ана қылып алдым. Оған еркелеймін, жатам, ол мені киіндіреді, күшті да. Таңертең ана баланы елестетіңізші, жаңа балабақшаға барғысы келмей, еркелеп, ұйықтап жатады ғой, ұйықтап киіндіресің, ұйықтап шығарасың. Сосын ұйықтатып балабақшаға кіргізесің, сол жерде оянады ол. Ал енді апайыңа келдік, тұра ғой, маған бара ғой, енді бүгін айналайын. Сен таппасаң ақшаны кім табады? Біз оны тамақ шәлмей қаламыз, сен жұмысқа бармасаң. Деп маған дейді, кішкене шығарып салады мені. Күшті да. Бәрі маған байланысты ғой негізі. Ал енді қараңыздар, бұның бір қиын жері бар. Ана мен бала болсаңыз, бала анасымен қосылмайды ғой. Түсіндіре алдым ба? Сосын қалай сізбен жаңағыдай, қалай түнгі терапияға айтып болады деген ғой. Баласы сияқты көреді сізді. Сосын оның зияны өте көп. Біраздан кейін сіз оған қызықсыз бола бастайсыз. Баласы бар, енді күйеу іздеу керек оған. Болашақта. Шамамен түсінуімізде не үшін адамда қыздар, әйелдер жүріп кетеді? Енді андай Құдайдан қорықпайтын былай болады ғой. Не үшін мысалға сондай адамдар шөп салып кетеді күйеуіне? Ол жерде кім кінәлі? Мыстан кемпір, қылмыскер, әйел. Әйел бәріне кінәлі. Енді мен әйел ақтап тұрған жоқпын, жалпы айтып жатырмын да. Күйеуінің де несі бар ол жерде? Кінәсі бар да. Өйткені сен біраздан кейін қызықсыз болып кеттің әйеліңе, болды.